Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 85-ші сабақ 7-10 жаттығуларды бірге орындаймыз. Келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңдар. 7-ші жаттығу: керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Керекті сөздер: құрманғазы, күй атасы, дыбысты сүйе білу, ерінбеу, құлағынан кетпестей. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші: Динаның ұстазы кім? Динаның ұстазы Құрманғазы. Екінші: Құрманғазы кім? Құрманғазы күй атасы. Үшінші: домбырашы болу үшін не істеу керек? Домбырашы болу үшін дыбысты сүйе білу және ерінбеу керек. Төртінші: Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Динаға құлағына кетпестей ұялады. Осылай сұрақтарға жауап берсеңдер болады. Ал енді етістіктерді тап, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Күрделі етістіктер: сүйе білу, ерінбеу керек. Дара етістік: ұялады. 8-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Күйші күй шертеді, жыршы жыр айтады, ақын өлең жазады, дәрігер ауруларды емдейді, мұғалім балаларды оқытады, жылқышы жылқы бағады. Балалар осылай көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді дәптерімізге көшіріп жазамыз. 9-ші жаттығу: көп нүктенің орнына дара етістікті тауып жаз. Келе жатыр, келе бастады. Дара етістік: келді. Тарта алады, тартып жатыр, тартып жүр. Дара етістік: тартты. Тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Дара етістік: тоқиды. Барып кел, бара кел. Дара етістік: барды. Осылай дара етістіктерді тауып жазамыз. Ал енді күрделі етістіктерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Біздің үйге қонақтар келе жатыр. Маржан домбыра тарта алады. Анам шұлық тоқып отыр. Әпкеңе жылдам барып кел. Дәл осылай күрделі етістіктерді пайдаланып сөйлем құраймыз. Келесі 10-ші жаттығу: суретке қарап мәтіннің тақырыбын болжа. Сурет бойынша мәтіннің тақырыбы күйші болуы мүмкін. Ал енді мәтінді оқиық. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Динажан. Мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын. Исатай ердің серігі. Халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы, мынау егіз ішекте. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егерде маған, Атажан, шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етемін, деп қыз бала тізерлеп отырды да домбыраны қолына ұстап, сүйіп алды. Мәтін Әбу Сәрсенбаевтан. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындаймыз. Мәтінге ат қой. Мәтінге домбырашы Дина деп ат қойсақ болады. Келесі беттегі жоспарды толықтыр. Бірінші: Дина мен Құрманғазының танысуы. Екінші: Құрманғазының мұрасын тапсыруы. Үшінші: Динаның анты. Ал енді балалар, осы жоспар бойынша мәтінді мазмұндап көріңдер. Мәтіннен етістіктерді тауып, олардың дара және күрделі түрін ажырат. Дара етістіктер: берген, тапсырды, жеткіз, ұсынды, отырды, ұстап. Ал күрделі етістіктер: ойнап беру, сүйіп алды. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.